Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тірі ағзалар тіршілігіндегі жылу құбылыстарының рөлі. Сабағымыздың мақсаты жануарлар мен өсімдіктердің әртүрлі климаттық жағдайға бейімделу мәнін ашу, сондай-ақ адам ағзасындағы жылу реттеу механизмі туралы мағлұмат алу болып табылады балалар. Сабақтарымызды бастамас бұрын мен сіздерге ой қозғау сұрақтарын бермекпін. Сұрақ: мына суретке физикалық тұрғыдан сипаттама беріңдер. Бұл жерде біз қандай физикалық құбылысты көріп отырмыз? Әрине, әртүрлі жыл мезгілдерін көріп отырмыз. Бұл жыл құбылыстары болып табылады. Жыл құбылыстарына жыл мезгілдерінің ауысуы, жауын-шашынның жаууы, қардың еруі сияқты құбылыстар жатады. Жыл құбылыстары дегеніміз температура өзгерісіне байланысты болатын құбылыстар. Олай болса, бүгінгі сабағымызда біз жыл құбылыстарының тіршілік үшін қандай маңызы бар, соны қарастыратын боламыз. Кез келген тіршілік иесі өзінің беттік ауданына пропорционал түрде энергия жоғалтады. Бұл дегеніміз, неғұрлым беттік аудан үлкен болған сайын, оның жоғалтатын энергия мөлшері көп болады деген сөз. Осыған байланысты жануарлар қыс кезінде өздерінің өлшемдерін кішірейту арқылы, яғни бүктеліп, дөңгеленіп ұйықтау арқылы өздерінің көлемдерін кішірейтуге тырысады. Сонда ол өз денесінің жылуын сақтайды. Эволюция барысында жануарлар өздерінің өлшемдерін өзгертіп отырады. Мысалы, поляр түлкісінің орташа салмағы 3,15 кг болса, ал қызыл түлкінің салмағы 6-10 кг шамасында болады. Жануарлардың сондай-ақ суықтан қорғану механизмінің бірі ол жылы ұлпа жүн қабаты және май қабаты болып табылады. Ұлпа жүннің арасында ауа қабаты жақсы жылу оқшаулағыш болғандықтан, олардың денесін суықтан қорғап тұрады. Жануарлардың қысқы ұйқы кезінде анабиоз деңгейіне көшеді. Ол дегеніміз, ағзадағы зат алмасу процесі бәсеңдеп, температурасы төмендейді. Соның нәтижесінде энергия шығындамай-ақ төменгі температураға төзеді. Сондай-ақ құстарда қауырсындарын қомпиту арқылы қанаттарының астындағы ауа қабатын ұлғайтып, жылу оқшаулағышты күшейтеді. Мына суреттен сендер кактус өсімдігін көріп отырсыңдар. Бұл шөл өсімдігі болып табылады. Олардың жапырақтың орнында тікен болуы бойындағы ылғалдың сақталуына мүмкіндік береді. Сондай-ақ ағаштар күзгі уақытта өздерінің жапырақтарын тастау арқылы, өлшемдерін беттік аудандар кішірейту арқылы өздерінің суықтан қорғану механизмін күшейтеді, яғни суыққа бейімделе бастайды. Өсімдіктер де жануарлар сияқты әртүрлі климаттық жағдайға байланысты өлшемдері әртүрлі болып келеді. Жылы жерде өсетін ағаштар биік болып келсе, суық жерде өсетін өсімдіктер аласа болып келеді. Осыған байланысты сендерге бір қызықты мәліметтер келтіріп өтейін. Мына суретте көріп отырғанымыздай, әлемдегі ең биік ағаштардың бірі секвойя ағашы, биіктігі 115 метрге жетеді. Аумағы 1500 шаршы метрді қамтиды. Жасы 2000 жылды құрайды. Бұл ағаштың жылына көлемі 0,15 сантиметрге артады. Дегенмен осы мөлшердің өзі аз ғана мүшесі бар отбасының үй құрылысына пайдалануына мүмкіндік береді. Бұл ағаш Америка құрама штатының Калифорния штатының ормандарында өседі. Ал келесі көріп отырғанымыз ергежейлі аққайың. Бұл кәдімгі қайың тұқымдас ағаш болып табылады. Оны немесе гном ағаш деп те атайды. Оның ерекшелігі бойы 100-120 сантиметрден аспайды. Өте баяу өседі және суыққа өте төзімді болып келеді. Адамдардың қалыпты өмір сүруінің басты шарты оның дене температурасының тұрақты болуы. Адамның қалыпты температурасы 36-37 градус екені белгілі. Температурадан сәл ауытқу адам денсаулығына қауіп төндіреді. Сол себепті адам денсаулығын тексеру кезінде дене температурасын өлшеуге аса мән беріледі. Мұнда адам терісінің температурасы қоршаған орта температурасына байланысты өзгеріп отырады. Жаз күндері тері температурасы ағза температурасымен шамалас болатын болса, ал қыстың күндері сәл төмен болады. Дегенмен де тері температурасы мен ішкі ағза температурасының айырмасы 10 градусқа дейін болу керек. Бұдан артық болған жағдайда тері үсікке шалдығады.
Адам суыққа тоңған кезде денеде діріл пайда болатын белгілі. Бұл денедегі физикалық жылу реттеу механизмі жетіспеген жағдайда химиялық механизмдер іске қосылады, яғни бұлшықеттер тонусы көтеріледі. Ал жылу реттеу процесіне ағзадағы аралық мидағы орталық жылу орталығы, орталық жүйке жүйесіндегі жылу сезгіш жасушалар, тер бездері және бұлшықеттер қатысады. Дене қызған кезде қан тамырлар кеңейеді, тыныс алу жиілейді және тер бөлінеді. Ал дене салқындағанда керісінше қан тамырлары тарылып, тер шықпайды. Сөйтіп ағза өзінің температурасын реттеп отырады екен. Адамның суықтан қорғануының басты шарттарының бірі ол жылу оқшаулаушы қабатпен жабдықталған киімдер. Яғни қысқы киімдер астарларының арасы үпілдек материалмен жабдықталған. Олардың арасында ауа қабаты жақсы жылу оқшаулаушы болғандықтан дене температурасын тұрақты ұстап тұрады. Сондай-ақ үй салу кезінде қуысы бар кірпіштерді пайдалану өте тиімді. Терезе салған кезде терезе міндетті түрде әйнектері екі қабатты етіп алынады. Өйткені әйнек қабаттардың арасында ауа қабаты жақсы жылу оқшаулаушы болып табылады. Енді сөзімізді қорыта келгенде, біз жалпы жануарлардың, өсімдіктердің және адамдардың суықтан қорғану шарттар қандай, соны қысқаша түйіндеп өтсек. Өсімдіктер суықтан қалай қорғанады? Олар жапырақты тастау және пішін өзгерту арқылы суықтан қорғанады. Сондай-ақ оларды қорғайтын қар жамылғысы. Қар ұлпасының арасында ауа қабаты жақсы жылу оқшаулаушы болғандықтан өсімдіктерді үсуден сақтайды. Ал жануарларды суықтан қорғайтын қалың жүні және май қабаты болып табылады және қысқы ұйқы. Ал адамдарды суықтан қорғайтын олардың жылу оқшаулаушы киімдері және баспанасы болып табылады. Бүгінгі сабақтан алған білімімізді пысықтау мақсатында балалар, мына сұрақтар түймедағындағы күлтелерді таңдаймыз. Әр күлтенің арасында сұрақ жасырылған. Күздік бидайды үсіктен сақтайтын не? Әрине, ұлпа қар. Қар арасында ауа қабаты жақсы жылу оқшаулаушы болып табылады. Жарайсыңдар. Не себепті терезе әйнектері екі қабатты? Әрине, дұрыс. Әйнек қабаттардың арасында ауа қабаты жақсы жылу оқшаулаушы болып табылады. Жақсы. Үй салуда қолданылатын жылытқыш заттары ата. Әрине, қуысы бар кірпіштер, екі қабатты терезе. Сондай-ақ қазіргі кезде пена деген материал бар, үй төбесіне салатын, оны жақсы білесіңдер балалар. Арасы қуыс болып келеді. Жақсы. Киіз үй қандай жылу оқшаулағыштармен жабдықталған? Иә, әрине киіз. Киіздің арасында кеуіп болып келеді. Жақсы жылу оқшаулаушы болып табылады. Жақсы. Неліктен жылу құбырларын жер астына тереңірек көмеді? Әрине, жауын-шашын салдарынан топырақтың беткі қабаты тығыздалады да, жылу оқшаулаушы нашарлайды. Сол себепті құбырларды тереңірек көмген абзал. Енді ең соңғы сұрағымыз. Адамды тон жылтады деген сөз тіркесі дұрыс па? Әрине, бұл сөз тіркесі дұрыс емес. Адам денесінің жылуын тон астар арасындағы жылу оқшаулаушы болып табылатын ауа қабаты ұстап тұрады. Міне балалар, бүгінгі барлық сұрағымызға жақсы жауап беріп, белсенді болғандарың үшін барлығыңа рахмет айтамын. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болып тұрыңдар.